Салмақты қалай қоссам болады? Көптеген қыз-келіншектердің бұл үлкен проблемасы. Яғни салмақты қосу үшін ең алдымен біз ол салмақ не үшін түсіп кеткенін анықтауымыз керек. Көбінесе бұл метаболизмнің бұзылысынан болуы мүмкін, немесе щитовидкадағы түрлі проблемалардың, әсіресе гипотерездан болуы мүмкін, немесе организмде ақуыздардың сіңбей жатуынан болуы мүмкін, және де жетіспеушіліктердің әсерінен болуы мүмкін. Осы причиналарды анықтағаннан кейін біз салмақ қосудың тактикаларын қарастыра аламыз. Салмақ қоса алмауға бірден бір себеп болатын факторлар олар асқазан ішек жүйесінің бұзылысы. Сондықтан ең бірінші асқазан ішек жүйесін қалыпқа келтіреміз және сол жердегі ферменттер мен тұз қышқылын дұрыстауға әрекет етеміз. Одан кейін гормондарды ең алдымен тексереміз. Гормондарға байланысты болып жатқан бұзылыстарды қалыпқа келтіреміз. Одан кейін рациондағы тамақтану балансын қалыпқа келтіруді ұсынамын. Және де жүйке жүйесіне байланысты стресспен жұмыс жасауға кеңес беремін.